Ақтөбеде әйел көлікті мас күйінде басқарғаны үшін қамауға алынды. 3 баланың анасы бұған дейін де дәл осылай алкоголь тұтынып көлік айдағаны үшін жүргізуші куәлігінен айырылған. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі Диапазон порталына сілтеме жасап хабарлайды. 5 қаңтарда сағат 23:45-те ақтөбелік полицейлер патрульдеу кезінде Hyundai көлігін байқаған. Көліктің қозғалысы полицейлердің күдігін тудырыпты. Көлікті 51 жастағы әйел басқарған. Медициналық сараптама оның көлікті жеңіл мас күйде басқарғанын көрсетті. Ол бұған дейін 2021 жылдың мамыр айында мас күйінде көлік жүргізгені үшін сот шешімімен 3 жылға жүргізуші куәлігінен айырылған. Жазаға және кәмелетке толмаған 3 баласының болуы да әсер еткен. Соған қарамастан ол тағы да мас күйінде рөлге отырды. Автоледи уақытша ұстау изоляторына жіберілді. Қылмыстық кодекстің 346 бабы 1 бөлігі көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және алкогольдік есірткілік масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ол 5 жылға дейін бас бостандығынан және өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін.